Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен бірге той лайф бағдарламасы. Мен Бақдәулет Сейтжаппаров. Бүгін Құлымбаевтар әулетінде үлкен қуаныш, үлкен бақыт болып жатыр. Себебі Күлайша анамыздың немересі, Хамит ағамыз бен Малика жеңгеміздің тұңғыш ұлдары Аңсар ат жалын тартып, бүгін сүндет той болып жатыр. Ендеше тойдағы қызықтар мен шыжықтар, қызықты сұхбаттар сіздермен бірге. Той лайф, кеттік! Сіздерге қойылатын алғашқы сұрағымыз: Аңсар кімге ұқсайды? Көп қой, Дженнифер Лопес бар. Киану Ривз, Селена Гомес, Тоқтар Серіков, Бейбіт Сейдуалиева, Әлқожа Әбжаппар мен жаңағы Қайрат Нұртас, Нұржан Керменбаев. Бред Питтке ғашық болғым, басқаларды білмеймін. Леонардо Ди Каприо. Роза Арынбаева өзіміздің. Сәкен Майғазиев. Қайрат Нұртас, Алтынай Жорабаева, Қарақат. Бүгінгі тойдың қызығын келтіру үшін неше литр арақ ішесіздер? Литрлеп емес, енді бір-екі пиала ішеміз. Бір не бұл шабыт болып тұрса, екі кеседен ұрасың ғой. Бір пиала жетеді, ер жігітке бір пиала дөу. Жетеді. Батырлардың пиалайы болады ғой, сондай пиала жетеді. Аш қарынымға болса, 1,5 литр ішіп қоямын, өзім жақсы ішемін. Ал енді қарным тойып тұрса, бір пиала, бір стакан ақшар, енді қайқа кете береді. Бір ішкенде енді 1-2 стакан, бокал. Бір ішкенде енді 1 кесе, 2 кесе ішеміз. Сол шама ғой, одан артық қой. Бір ішкенде ме 2-3 литр ішіп қоямын өзі. 2-3 литр ішіп қоямын. Жоқ, қанамайды. Өте керемет той бастар. Айтпақшы, бүгінгі той иелеріне қандай сыйлықтар алып келдіңіздер? Ожау, қасық, пышақ, тағы басқа ғой? Ходовка. Коленвал, головка, поршень, қайсысы керек? Моторный отсек ба, салон ба, или сырты ма, іші ма? Штык нож, АК, пулемет дегендей, гранатомет, танк, самолет бар оның ішінде, жетеді ғой. Манта, бифштекс, балық қуырылған кафелерден, лаваш дегенде болса семіртеді. Қасық, вилка, шанышқа, ожау, Тұрма, айыр, кетпен бар. Кірпіш, цемент, құм. Автокөліктің бар ғой, моторы бар. Оның поршындары бар, гилза бар, көп қой ол жерде. Бешбармақ, манты, пельмен, Шашлык жаңағы, долма. Бүгінгі тойға шақырту қағазын алған кезде қандай сезімде болдыңыздар? Бұрында көргенде жылағам, одан кейін қайта-қайта көре беріп жыламай қойдым. алғаш көргенде жылағам. Жыладыңыз, қалай жыладыңыз? Енді шын жүрегіммен, енді шынымен солай бір ішінде болған сияқты болып. Жылайсың ғой, кәдімгідей көзіңе жас келіп. Жыладым. Қалай жыладыңыз? Шынайы, көз жас шықты, иә. бәрібір маған. Оның фантастика екенін білеміз ғой содан кейін. Бірақ енді жылайтында жерлері бар, бірақ енді ер жігіт болғаннан кейін өз-өзің ұстап отырасың, жандағыларына қарап, соларға қарап прикол ұстап отырасың да, айтқанда жалғандарын. Жыландық. Сіз де жыладыңыз ба? Иә. Қалай жыладыңыздар екен? Батып жылады. Ақыры әсіресе ең соңғы жағы, қайғылы жағдай болып өтеді. Бүгінгі тойға ең аз тояны алып келген 5 қонақты атап беріңіз. Сағымкөл, кім бар, Айнұр, қайнағам бар, өзім. Жанар, кәс келеді. Айнұр, Жанар. Ләззат. Завучымыз. Тағы кім? Баршынапай. Мамам. Сосын? Қайынсіңілім. Атам, күйеуім, мен. Құда-құдағиымыз. Сағынкүл әпшем менің, Одан кейін? Мұрат тәтем отыр ғой. Ермек жездем отыр. Үлкен жездесі, Айдос. Одан кейін әпкесі бар, Бағила деген. Папамның қарындасы болады, нағаш атасының. Низамиддин деген ағасы болады, бар. Нағаш атасының інісі болады. Одан кейін өзің нағашылардың бәрі деп па? Болады ғой, осы жерде жүр ғой, кішкентай балдар. Алихан деген баламыз жүр, мен балам. Одан кейін Айгерім деген қарындасым жүр. Міне
Мінекей, бүгінгі тойымыздың қызығы мен шыжығы осындай болды. Құрметті достар, біз сіздермен қоштаспаймыз. Тағы да керемет тойларда қауышқанша.